Assalamualaikum hurmatli қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Келесі видеомда жолдауға кел болдым. Ағайындар, сіздер өз тілдерінде сөйлеп, өз тілдеріңізді сыйламасаңыздар, осы Қазақстанда тұрып сіздер өздеріңізді жақтырмайды, өздеріңізді сыйламайтын болады. Онсыз да көріп жүрген шығарсыздар. Қанша адам киінсеңіздер, қанша жаңағында сұлу болып жүрсеңіздер де бәрібір егер қазақша сөйлеп қазақша жаңағында өзіңізді көрсетуге тырыспасаңыз, қазірдің өзінде мен байқап жүргенім, қазақтарға көзқарас өте төмен. Қай жерге бармасаң да, қандай жаңағында саудасын несіне бармасаң да, орталығына бармасаң да, саған жоғарыдан төмен қарайды да. Соны қарап қалдым. Басында мен автобустарға кіріп жүрген кезде, оқып жүрген кезінде, автобусқа кірген кезде, орыстардың жаңағында үлкен әйелдерінің жақтырмай соншалықты қарағанына мен таңғалып қараушы едім. Не болып қалды екен деп үстіме қарап, үстімді түзеп қарап, жаңа киіммен түрім сымбатты, Құдайға шүкір. Сонда неғып бұлар жақтырмайды деп ойлайтын, түсінбейтін. Сөйтсем, ондай да бар екен ғой, ондай шовинизм, ондай нацизм, олардың қандарында бар екен. Енді мен ешкімді кінәламаймын, ешкімді сынамаймын әрине. Бірақ та соларға қарап мен көп нәрсені түсініп қалдым да, мен ойлайтын ғой, жаңағында бәрінде бірге сыйлап, бәрімен бірге жаңағында аралас-құрлас бола берсе, сонда бұлар біз сыйлайды екен ғой. Жоқ. Сіздер өз тілдеріңізді сыйламайынша, өз тілдеріңізді сөйлемейінше, олар сондай жаңағындай менсінбеушіліктерін көрсете береді. Сондықтан бізге мықты болып, өзімізге даму керек, қазақ тілінде сөйлеуге тырысуымыз керекпіз. Содан кейін мысалы шариғатта да бар, ұлтқа бөлінген бізден емес дейді. Соны айтып қойын деп едім. Мен ұлтқа бөлініп отқан жоқпын. Мен жаңағындай нацияға бөлініп тұрған жоқпын. Қазақта бір, орыста бір, басқа ұлтта бір, бірақ та қазақ тілінде сұрауын, қазақ тілінде сөйлеуін талап етемін. Қазақстанымызда қазақ тіл бірінші орында тұру керек. Екінші мемлекеттік тіл анау-мынау деген болмау керек. Тек қана қазақ тілін дамытпайынша сіздер өздеріңіздің өз дәрежелеріңізді көтере алмайсыздар. Талай жерде байқадым. Менсінбей қарайды, соған таңым бар. Сондықтан өздеріңізді сыйлаңыздар, ағайын, қазақ тілінде сөйлеңіздер.